Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының орынбасары Абзал Зейнетаев кәсіпорынның Facebook әлеуметтік желісіндегі аккаунтында тікелей эфирде 2023 жылы су құбыры және кәріз желілерін қайта құру, сонымен қатар жаңарту бойынша жоспарланған жұмыстар туралы айтып берді. Ауқымды жұмыстардың бірі Қапал Батыр көшесіндегі коллекторды қайта құру ісі. Жалпы бүгінгі таңда су ресурстары маркетингінің өз жаңағы балансындағы су және кәріз жүйесінің тозығы жеткен құбырлар, кәріз жүйелері бар. Су жүйесіне келетін болсақ, жалпы су ресурстары маркетингінде 1926 километр жалпы ұзындығы су құбыры бар. Оның ішіндегі тозығы жеткені 47-де 2%. Кәріз жүйесіне келетін болсақ, кәріз жүйесінің жалпы ұзындығы 463 километр. Оның 77-де 1%-ның тозығы жеткен бүгінгі таңда. Ең бірінші су ресурстары маркетинг өз қаражатына жыл сайын осы кәріз және су жүйесін жаңа қайта құру бойынша үлкен көлемде жұмыстар атқарып келеді. Жалпы 2009 жылдан бері Еуропалық қайта құру банкінен жалпы су ресурстары маркетинг өз есебінен несие алып, 13 жыл болды. 13 жылдан бері өз қаржысына Еуропалық қайта құру банкінен ақша алып, осы тозығы жеткен су және кәріз жүйелерін жаңартып, ауыстырып, жөндеп, өз қаржысымен жаңағы Еуропалық қайта құру банкінің есеп айырысып, бүгінгі таңда үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Жалпы тозығы жеткен құбырларды еліміздегі жаңағы күнделікті әр ауданмен суаттан жаңағы жалпы дейміз, заявка дейміз, соған қарай ақауларын анықтап, арнайы жоба жасалынып, сол жобаға сәйкес сметалық құжат беріп, сол сметалық құжаттарға арнайы қаржы бөлдіріп, қаржы сұрап, Еуропалық қайта құру банкінен сол қаржыны тиімді пайдаланып, бүгінгі таңда қайталап айтып өтсем, мақтанып айтсақ болады, су ресурстары маркетингінде өз қаржысына өзінің ескірген, тозығы жеткен құбырларды бүгінгі таңда ауыстырып, жөндеп, халыққа сапалы қызмет көрсетуде. Коллекторларды қайта құру Самал 3 шағын ауданында, Тельман бөлімшесінде және Жайлау тұрғын алабында да жүргізіледі. Күзгі және көктемгі жауын-шашынның көп болатынына байланысты коллекторға су көптеп жиналатыны белгілі. Оны көтеруге кәріз құбырлары әрине қауқарсыз. Сондықтан диаметрі үлкен құбырларды жүргізу керек. Есесіне қайта құру жүргізілетін болса, төтенше апатты жағдайлар мен су басудың қаупі азаяды. Бас директордың орынбасары қаладағы су құбыры желілеріндегі жұмыстар туралы да баяндады. Тікелей эфирдің толық нұсқасын сіз кәсіпорынның Facebook әлеуметтік желісіндегі аккаунтынан көріп тамашалай аласыз. Егер сізде су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметіне қатысты сұрақтар болса, оларды әлеуметтік желілер арқылы қоя аласыз, немесе WhatsApp желісіне де жаза аласыз. Нөміріміз 8 705 758 11 11.